Армысыз, құрметті көрермен, міне осымен футболдың Қазақстандағы маусымы аяқталды. Астананың әлі де сырт алаңда бір ойыны бар. Енді бұдан кейін жаңа жылдың көктеміне дейін Қазақстанда ресми ойындар өтпейді. Алматының мұз боп қатқан көк алдында, яғни орталық стадионында Астана Челсиді қабылдап 1-3 есебімен жеңілді. Бұдан артық нәтиже күту қиында болған сияқты ойын барысына қарап отырсақ, бірақ Челсидің 3-ші әлде 4-ші құрамы келеді дегенде көкірегіміздің тұсында сәл ғана бір үміт болған еді. Бірақ сол үмітті Челсидің сайыпқырандары, жас сайыпқырандары жоққа шығарғанда. Ендеше осы ойын жайлы және жалпы осы ойынға қатысты атмосфера болмаса жағдай, стадиондағы жағдай туралы аз кем айтып өтейік. Кеттік. Арнамыздың демеушісі 1xBet компаниясы. 1xBetке сілтеме бекітілген комментарийде есей промокодын ұмытпаңыздар. Сонымен Челсидің шынында да келетін дабысы өте жоғары болды. Өте, былай айтқанда, дүңк-дүңк естіліп жатты. Естеріңізде болса, 28-ші қарашада Астана командасы Алматының орталық стадионында Витория Гимарайш командасын қабылдағанда 3562 адам тамашалаған. Қараша желтоқсан қарағанда сәл жылылау болды, бірақ соған қарамастан Қазақстан чемпионатына, яғни КПЛ-ға жиналатын жанкүйерден де аз жанкүйер келгені бір қарағанда қай команданың орны қай тұста екенін анықтаған сияқты. Ал Челси келеді дегеннен бері міне тіпті билеттің өзі 2 кезекпен сатылды. 40 мыңнан 100 мыңға дейін сатылған жағдай болды, бірақ кеше ойын басталар сәтте Челсидің аралас құраммен келетіні белгілі болғанда біраз адам сол билеттен құтылуға тырысқан сияқты. Өзінің бағасында төменмен ұсынды деген нәрсе бар. Сондай-ақ түрлі платформаларда сатуға қойған жағдайлар болған сияқты. Дегенмен де бәрібір Челси жұрт күткен сенімді ақтады. Аралас құрам келгеннің өзінде біздің әне-міне чемпиондықтан үміткер болған Астананың өзін балаша ойнатты. Соған қарағанда бұл командалардың шынында суперклуб екендігі де содан болса керек. Яғни қай ойыншысы қай уақыт алаңға шықса да кәдімгі команданың атағына, даңқына сай өнер көрсетеді. Бүгін Алматыда кәдімгідей күн салқын болды. Кішкене күн сынғандай болып еді, бәрібір қар ерететіндей шамасы болған жоқ. Біздің жұмыс орталық әмбебап дүкен жақта, ЦУМ жақта, сол жерде кәдімгі еңгезердей ағылшын жанкүйерлері кәдімгі жылы киініп алған. Біраз жүріп, жалпы қаланы аралағанын көрдік. Яғни Челсиға сонау 5600 шақырым жерден, яғни Лондоннан жанкүйерлер ере келген екен. Яғни қай жүрсе де бұлардың төбесінде Челсидің белгісі бар тақия киіп алып, кәдімгі өз үйінде жүргенде алшаң-алшаң басқан, және ең сүйек кішкентай біреу жоқ, кәдімгі денесі біз қатарлы, бойы біз қатарлы ешқайсысы жоқ. Еңгезердей ағылшын жанкүйерлері Алматыны асықпай аралады. Және жаңа матч барысында да жақсы қолдау көрсеткен сияқты. Енді жұрттың барлығы Челси келді, таңғы сағат 4-те ойнады. Дәл сол 5600 шақырымды артта қалдырып чартермен қайтады деген әңгіменде біраз азық қылды. Ал біз бір ғана өкінішті жағдайды айтуға тиіспіз. Астананың Еуропа конференция лигасының плей-офф кезеңіне, яғни 16-дан бірінші финалға шығу мүмкіндігі сонау Нью Сейнтстің алаңында, Шрюсберидің алаңында желге ұшқан сияқты. Неге? Егер сол ойында Астана аралас құраммен барғанның өзінде сол ойында жоқ дегенде тең ойнап қайтса, бізде үміт болар ма еді. Қазір 4 ұпаймен қалып отырмыз. Ал 19-шы желтоқсанда ежелгі қарсылас АПЛ-мен кездесеміз. АПЛ бүгін Ноаны қабылдайды, яғни Нұқ командасын қабылдайды. Оны жеңетін болса, ол үздік жоқ дегенде 24-тің құрамына ілінеді. Астана дәл қазіргі сәтте 24 команданың сапында тұр, яғни плей-оффқа шығатын, бірақ негізгі матчтардың барлығы осы ойыннан кейін ойнатынын ескерсек, Астананың жалпы үздік 24 команданың біреуі болу қиындау сияқты. Сондықтан біз сол Нью Сейнтспен ойынға шірген Астана алды-артына қарамай мықтыларды апарғанда қалай болар еді дегенде ойлаймыз. Одан кейін Пафосқа да шыдап берген еді, соңғы минуттарда гол жіберді. Виторияны жеңіп жатқан еді, соңғы минутта 89 минутта гол жіберіп алды. Ал Челси болса Астананы әдегеннен ақ кәдімгі оң жамбасына келтірді. Былай қарасаңыз, сол Ачимпонг, сол Йоргенсен, Гию шабуылдағы барлығы да, яғни бүгінгі Астанаға қарсы негізгі құрамда шыққан ойыншылардың барлығы да тұрақты негізгі
құрамының ойыншысы келмейді. Педро Нето тек Астана Челси соңғы турда Тоттенхэмді 4-3 есебімен ұтқанда ескерту алып қалды да, яғни келесі Брентфордпен ойынға қатыспайтыны белгілі болды. Сондықтан оны Энцо Мареска әдейі бір тайм ойнатқан сияқты, ал бір таймда осы Педро Нето оң қапталда біздің Ян Фраговскийдің итсілікпесін шығарды. Шынын айтқанда Гиюдің соққан бірінші, екінші голда дәл сол Педро ұйымдастырған шабуылдардан кейін шықты. Яғни бір ғана ойыншы, кәдімгі Португалия құрамасының ойыншысы Астананың қорғанысын дар-дар етті деуімізге болады. Әрине бұл жерде неге Грипши алғашқы минуттардан шықпады, қалайша Йосип Чондыричке ғайыптан тайып, Йосип Чондыричті қосыл құрамда қалдырып Мұхамеджан Сейсенге сенім артып қалды деп жанкүйерлер бір сұрақ қоюға да болатын еді. Бірақ осы матчтың алдында Астана командасының бас бапкері Григорий Бабаян мырза да айтып қалды. Біз осы 28-ші қарашадан кейінгі ойында спарринг әріптес таппадық. Яғни командалардың барлығы Алматыдағы бірнеше команда, Қазақстандағы командалардың барлығы да демалысқа кетті. Біз осы аралықты дене күшімізді күшейтуге жұмсадық. Яғни неде болса бармен базар жасауға тырыстық. Шынында да бармен базар жасауға тырысқаны көрініп тұр. Жалпы желтоқсан үшін Астана жаман ойнаған жоқ. Қарсыласының атақ даңқына қатысты алғанда Астана жаман ойнаған жоқ. Бірақ қарсыласының өңкей жастарды алып келгенін ескерсек, Астананың деңгейі қандай деген сұраққа жауап таппағанымызды жасырмаймыз. Өйткені Энцо Мареска кәдімгі Бадиашвили бастаған, Джексон қостаған кіл мықтыларын алып келсе, Астананың жағдайы не болады деді. Челси осыған дейінгі 4 ойында да жеңіске жетті. Гентті 4-2 есебімен жеңді. Одан кейін Панатинаикос командасын тағы ойсырата жеңді. Ноаны 8-0 есебімен жеңді. Яғни осыған дейінгі 4 ойында да қажетті ұпайларды иеленіп көш бастап тұрды. Міне енді Алматыдан тағы 3 ұпай алып кетті. Демек, келесі соңғы турда 19-шы желтоқсандағы турда Челси демалса болады, былай айтқан кезде. Яғни қанша жердің шалғайлығына қарамастан, команданың қазіргі ойын кестесінің өте тығыз екеніне қарамастан, Энцо Мареска шынында да өте дұрыс шешім қабылдаған сияқты. Біріншіден ол ойын болатын күні келді. Былай айтқанда орта еуропалық деңгейдегі уақытпен өмір сүрді. Тіпті ойын алдындағы баспасөз мәслихатының өзін Англияда өткізді. Сөйтті де, міне Алматының орталық стадионында еркін ойнады. Бұл жердегі шынында да бірінші таймда 3 гол соғып тастап, одан кейін екінші таймда Мұхамеджан Сейсенді бұрынғыдай мазаламаса да тәптер шабуылдар ұйымдастырғанын көрдік. Ал Астананың сол баяғы Марин Томасов алға сүйреумен болды. Тіпті Джеффри Чинедудің бірінші таймның басында тамаша бір ашық кеңістікке шығып тұрып, допты аспанға тепкеннен ақ, жалпы бұл шабуылшының маусым соңында кішкене позициясын беріп қойған, яғни бабын беріп қойған байқағандай болып отырмыз. Камара сол қаптарда жанталасып бақты, бірақ ол да кәдімгі осы Астана мен Жеңістің арасындағы Лига кубогының финалында көрсеткен өнеріндей де, сол деңгейде де өнер көрсете алмады. Ол кезде білесіздер, қайта-қайта сол қапталдан айыбалаңына сұғына еніп, тіпті соңғы екінші голды сондай позициядан соқты емес пе? Ал бұл жолы дәл сондай соққылар, тіпті доптың траекториясы қалай болғанын әйтеуір қақпаға емес, айналып барып ауттан шығып кетіп жатқанын көрдік. Яғни өзі аз ғана соққының өзін Астананың вингерлері осылай ұқсата алған жоқ. Сондықтан Томасовқа ризамыз. Маусым бірінші таймның соңында өте жақсы гол соқты және өзінің Еурокубоктарда қазақстандық командалардың бас мергені атағына жетті десек болады. Бұған дейін 15 гол соққан Патрик Твумаси еді. Міне сол қатарға енді Томасов та қосылып отыр. Демек, хорватиялық ардагер биылғы маусымды өте жоғары нотада аяқтады деуімізге болады. Әрине, Астананы өткен жолы Витория Гимараишпен тең ойнаған кезде осы команданың жеңуге мүмкіндік бар еді ғой. Енді Челсиге қарсы қалай ойнайды деп сұрақ қойғанымызда біздің видеомыздың астына бір жанкүйерлер жазған еді. Астананың Алматыға, Қазақстанға Челсиді әкелуінің өзі үлкен ерлік деп. Бірақ қағанда бір жаныбар пікір сияқты көрінеді. Бірақ біз Манчестер Юнайтед келеді екен, Челси келеді екен, Атлетико келеді екен, Галатасарай келеді екен, солардың келгенінің өзі бізге қуаныш деп қашанғы жүреміз. Міне осы тұрғыдан келгенде өзімізге жоғарылау, кішкене шек қою, жоғарылау, өзімізге кәдімгідей нысана қою қажет сияқты болады. Матч туралы айтқан кезде міне Астана жалпы аса бір екінші таймда Йоргенсенді көп мазалай алған жоқ. Маричкиннің бір рет офсайдта қалғаны,
алыстан бір соққыны Йоргенсеннің қиналмай ұстағанын айтуға болады, әйтпесе саусақпен санарлық. Ал Мұхамеджан Сейсеннің әріне бірінші голды жіберіп алған үшін жазғыруға болар. Ол жақын бұрышқа, бірақ бұл жерде Гиюдің рейді өте жылдам болды, және ең жаманы біздің Александр Маричкин сияқты болсын, Ян Вороговский сияқты болсын, мына жақта Бранимир Калайцы, Карло Бартолет сияқты ойыншылар болсын, Кипрос Казукал болсын, қос қапталын жеңгерлер шабуылдағанда неге екенін білмеймін, үнемі артында қалып қойып жатты. Бабы жетпеді ме, әлде шынында да жас ойыншылардың жігері мықты ма, жүрек пе, әйтеуір түсінбейсің. Біздің ойыншылардың бәрі бірінші гол соққанда қараңыздаршы, оң қапталдан Гию кетіп бара жатыр. Біздің Маричкин жаңа ғана позициясын беріп қойған Маричкин соның артынан төніп не фол жасай алмайды, не алдынан шығып кете алмайды. Сондықтан Сейсеннің алыс бұрышты жабамын деп тұрып, жақын бұрышты ашып қойғанында осылай бір себебі бар сияқты көрінеді. Ал енді екінші бір әңгіме біздің Алматының орталық стадионына қатысты. Бұл ойын Астана аренада өтуге тиіс еді. Астана аренаның жөндеу жұмыстары бітейін деп қалды ғой. Тіпті 10 күнде резерв болады екен деген әңгіме шығып кеткен еді. Бірақ Астана аренаның басшылығы да, жалпы Астана қаласының әкімшілігі де бұл стадионның осы уақытқа дайын болмайтынын айтты. Яғни Алматыда өтетіні белгілі болды. Ал Алматыда матч өтетін күннен 3 күн бұрын білесіздер қар жауды. Қар жауында да бір сұмдық бір басып тастаса бір жөн, кәдімгі табан батпайтындай жұқа қар жауды. Бірақ қара суық. Ал енді Алматының стадионына келген 20.900-ден астам жанкүйер не көрді? Стадионның мүлде дайын емес екенін көріп отыр. Екі орындықтың ортасына қар қатып қалған, кәдімгі мұз болып. Отырғанда мысалы сәл ғана ырғасаң орындықтар сынып жатыр деген мәселе бар. Тіпті осы ойыннан кейін стадионның басшылығын орнынан кетірді дегенде әңгіме шығып қалды. Ол шын өтірік көрмейді. Бірақ басқа емес Челси келдір. Жарайды, оның резервистері, қосалқы құрған ізбасарлар келе жатыр деген күннің өзінде мысалы бізге Дьюсбери Холл, жаңағы біз айтып отырған Педро Нету, Йоргенсен сияқты мықты ойыншылар, Гию сияқты болашақ таланттар мысалы күнде келіп жатыр ма мысалы. Сондықтан бір ұқсатып дайындауға болатын еді ғой деген ой келеді. Бір қарағанда енді біз ақтала саламыз. Ой, Алматының орталық стадионы моральдық жағынан тозған, ол мұндай үлкен матчтарды қабылдауға қазір қабілетсіз, анау-мынау дейміз. Аязды күнге қарамаймын. Мен машинаның температура көрсететін әйнегінен терезешінен көріп отырмын. Матч басталған уақытта -10 градус болып тұрды. Яғни былай айтқанда кәдімгі қара суықта жанкүйерлер жанын аямай командаға жанкүйер болып келген кезде не көрді? Осындай бассыздықты көрді. Жалпы Алматы соңғы кездері бір қар жауса болды, жалпы жағдай осындай болып қалатын болып жүр. Яғни команда жалпы стадион ғана емес, Алматының өзінде бір кәдімгі әппақ жейдесіне бір қара күйе жаға болғандай күйге еніп шыға келеді. Сондықтан біздің оңтүстік Астанамыз туралы ағылшын жанкүйерлері аса бір жақсы пікірде кетпеді ме екен дегендей де ой келеді. Сондықтан алдағы уақытта маңдайға басқан әзірше жалғыз стадионымыз ғой, онда бір дұрыстап ұстауға болар ме дейміз. Энцо Мареска осы матчтан кейін біз әрине стадионның, алаңның, көгалдың жағдайы аса жақсы емес екенін көрдік, дегенмен тез бой үйреттік деді. Міне оның айтып отырған жаны бар. Шынында да Челсидің жастары осы алаңда құдды бір 10-20 матч өткізіп санда еркінсіді. Сондықтан өзімізге айтар сынымыз да және сыннан шығаратын қорытындымыз да өте көп болуға тиіс деп есептейміз. Жалпы алған кезде Челсидің осы Алматыға келуі, бұлай айтқан кезде шынында да Астанаға рахмет айтқызатындай деңгейде, бірақ Астана енді еуро көктемге шыға алмай қалама деген күдігіміз өте ұлғайып келе жатыр. Ең бастысы енді Астана осы 19 желтоқсаннан кейін демалысқа шығады. Ар жағында міне қазір командадан Тимур Досмағамбеттің кеткені белгілі болып жатыр осыған дейін. Енді Мұхамеджан Сейсен Ақтөбеге ауысады деген сөз бар. Енді ол әлі нақтыланған жоқ. Яғни команда енді үлкен қазақстандық ойыншылар тұрғысынан келгенде үлкен өзгеріске түсетіні көрініп тұр. Сондықтан команданың қазір Қазақстанды УЕФА коэффициентінде 39 орынға сүйреп шығарғанына да ризамыз. Енді шынында да АПОЭЛдан жоқ дегенде бір жарты ұпай алатын болса, яғни бір ұпай алатын болса, тағы да біздің қадамымыз жаман болмас еді деп ойлаймыз. Бірақ шынында да АПОЭЛдың өте мықты қарсылас екенін және Астанамен бұған дейін ит жығысып жүргенін ескерсек және ойынның сырт алаңда өтетінін ескерсек, бұл да бізге қиын болуы өте мүмкін. Жалпы алғанда Челси жаман әсер қалдырған жоқ. Бұлай енді ой жұлдыздар келмепті ғой деп билетін өткізген жандар
теледидардың алдында отырып өкіндім екенін оған әрине көз жеткізе алмаймыз. Бірақ Челсидің ізбасарлары, жастары кәдімгі алты құрлықтың қай нүктесінде ойнаса да өте жоғары деңгейде өнер көрсететініне көз жеткізіп отырмыз. Ал Астана болса шынында да өз деңгейінде өнер көрсетті. Бірақ біз өз чемпионымыздың немесе өз вице-чемпионымыздың дәл қазіргі жағдайда АПЛ деңгейіндегі командалардың көлеңкесінде сәл емес айтарлықтай солғын көрінетінін мойындауымыз керек. Ендеше Қазақстан футбол маусымы жабылатын, толықтай жабылатын күнде таяу. Біз қазір енді осы желтоқсан айы бойы Түркияда ойнайтын жігіттерге алаңдаймыз. Басқа ойыншылардың барлығы да өз чемпионаттарын аяқтады. Әттең айдаймыз соңғы кездері Рамазан Араб Силкебург командасының сапында қосалқы құрамда қалып жүр. Яғни желтоқсандағы ойындарда ол жарқырап көзге түспей жүргенін сол себептен де түсінеміз. Ал Астана болса осылайша өзінің биылғы конференция лигасындағы ерлігін осымен тәмамдаған сияқты. 4 ұпай әлі де АПЛ-дан ұпай алады деп күтеміз. Ендеше сол үмітіміз желге ұшпасын дейміз. Аман сау болыңыздар.